Біз Қарасай ауданының сотынан күдер үздік. Енді сіздерден араша сұраймыз. Бүгін осылай деп Алматы облысы Ұзынағаш ауылының бір топ азаматтары Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы өкілдігі алдына келді. Айтуларынша ұрлық жасады деп айыпталған 7 балаға қатысты 26 рет өткен сот отырысында олардың кінәсі мүлде дәлелденбепті. Тіпті соттың өзі тергеушілерді жұмыстарын шала деп сөккен көрінеді. Мән жайды мәселеге араласып көрген тілшіміз тарқатады. Біз Біріккен ұлттар ұйымына көмек сұраймыз. Қарасай ауданында сотынан біз ешқандай әділдік алмадық, әділдік жоқ. Біздің баламызды жазықсыз алды 10 жыл, алды 13 жылға жазықсыз кетті. Әділ сот жоқ деген 7 атана Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы өкілдік алдына келіп араша болуын сұрады. Айтуларынша осыдан 1 жыл бұрын Алматы облысы Ұзынағаш ауылында 30 шақты үйге ұры түскен. Тәртіп сақшылары бұл іске қатысы бар деген күдікпен 7 баланы қамауға алған. Оларға ұйымдасқан қылмыстық топ құрды, ұрлық істеді деген айыптар тағып, 10 жылдан 14 жылға дейін бас бостандықтарынан айыртты. Алайда ата-аналардың сөзінше 26 рет өткен сот отырысында 7 баланың да еш кінәсі анықталмаған. Қарасай аудандық сотына көңіліміз ешбір толмайды, әділдік жоқ. Себебі сот барысында судья мырза Тоқтахыновтың өзі айтқан, Ұзынағаштық тергеуші оперлерді әкелгенде, мыналарың өте шикі ғой, мына істегендердің бәрі мойындайсыңдар ма деп айтқан кезде болған. Шикілік жетеді, мына делодарың зая болатын болды, істеген еңбектерің деп айтқан. Сол сөзді айтып отырып, кеше сот барысында күліп отырып, біздің балаларымызды шырылдатып, мысалы, кәмелет жасына толмаған Әділбек деген бала бар, оның өзін 10 жылға айдап жүрді. Менің баламды жаңа айтып жатыр, 12 жыл 6 айға айдап жатыр, жазықсыздан жазықсыз. Бұны ақтап тексеріп беретін әділдік заң бола ма? Сол үшін осы Біріккен ұлттар ұйымының алдына келіп тұрмыз. Әділдік тілейміз мына Қазақстанның заңынан, әсіресе Қарасайдың сотынан тілейміз осы әділдікті. Қабырғамыз қайысып, жылап отырмыз. Сонда өзінің жанына жастарды қайда жіберіп жатыр? Неге үкімет қарамайды? Сонда қазақтың болашағы қайда кетіп бара жатыр? Балаларының болашағын алаңдаған ата-аналардың айқайын естігеннен кейін Біріккен ұлттар ұйымының бір өкілі сыртқа шығып, басшылығымыз Астанаға кеткен, және ішке бір адам ғана кірсін деді. Алайда халықаралық ұйым қызметкерлері журналистерге есік жабық екенін ескертті. Басшылықтың бәрі Астанада. Қазір бұл кісілердің требованиясы біз қатты қабылдай аламыз. Кірсін бір адам. Бірге кіргіз, арыз жазғаныңды кіргізу керек қой, арыз жазғанын кіргізіп түсірмеймін. Арыз жазған көрмедік па біз? Шағымданушы Шынар Мәжеқызының айтуынша, оның 17 жасар мүгедек баласын Ұзынағаш ауылындағы тергеушілер арандату мақсатында үй сыртына қару тастап, қолдан қылмыскер жасап отыр екен. Менің балам мүгедек, ешқандай несі жоқ, нәрсені қабілеті аз, өзіндігімен жүріп тұра алмайды. Бұлай ертіп барам, кекігіш, адаммен қатынаса алмайды, денсаулық жоқ, соны апарып темір торға ұстап отыр. 7 күні әкеткен баламды 12 күні үйді тінткенде үйге өздері мылтық тастаған. Ана жерде тұр, мылтық деп тұрып, өздері барып алған. Үйге кәдімгі жау келген емес, әділдік жоқ, 30-ай адам келіп басып қалған. Көршілерінің бәрі көріп отыр. Еске салсақ, 2014 жылдан басталған сот отырысын ата-аналардың шағымымен осыдан 4 ай бұрында түсірген едік. Алайда Қарасай ауданының сот залына журналистерді кіргізбеген болатын. Енді әділ соттан күдер үзген 7 ата-ана егер Біріккен ұлттар ұйымы көмек қолын созбайтын болса, Астанаға, жоғарғы сотқа, тіпті елбасына да шағым айтамыз деп отыр. Нұрсейіт Жылқышбай, Сергей Шуйский, Қазақ Ньюс, Алматы.